Студиямыздың қонағы ақын Ясира Заханқызы. Қош келдіңіз. Қош келдік. Көңіліңіз қалай? Жақсы, бәрі жақсы. Енді біздің естуімізше, осы алдағы күні сіздің өзіңіздің жеке шығармашылық кешіңіз екен. Иә. Осы жайында өзіңізден естейікші, қалай болмақ, кімдер қатыспақ? Енді осы ноябрьдің 13 күні, 3 күні кешкі 7 сағатта Өзіп театрында менің шығармашылық кешім болады. Бұл алғашқы ма? Бұл алғашқы кеш. Бұл кешке Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Әлшер Каримов, Жеңіс Қақабақ, Бота Керімбекова, тағысын тағы жаңадан шығып келе жатқан өнер жұлдыздары қатысады. Кеште қандай қызықты, жаңа халықты қалай қызықтыруға болады қазір? Қандай бір жаңаша бір дүние ойластырып жатсыздар ма? Енді менің кешімде өлеңдер оқылады. Өзіңіздің? Өзімнің өлеңдерім оқылады, өзім оқимын. Әндерім айтылады. Басқа композиторлардың жазған әндері айтылады, және де өзімнің жазған әндерім айтылады. Біз барша көрермендерімізді сол кешіңізге шақырамыз, келсін, көрсін, тамашаласын. Шақырамыз, әрине келсін. Қызықты болады деп ойлаймын. Енді сіз жалпы осы өнерде жүргеніңізге біраз болды, біраз жылдар болды. Осы көптеген әншілерімізге әндердің сөзін жазып жатсыз. Сізге әннің сөзін жазған ыңғайлы ма, әлде әуен шығарған ыңғайлы ма? Қайсы жеңіл, қайсы қиын? Енді бұның қайсысы жеңіл, қайсысы қиын деп айту қиын. Өлең шығарғанда қиын болып келеді кей кезде, шабытқа байланысты. Шабытың бірде әуен алып келеді, бірде өлең алып келеді деген сияқты. Бірде әуен менен өлең екеуі қоса келеді. Көбінесе өз әндерім өлең менен бірге. Жаңа өлең кеп тұрғанда соны әндетіп айтып тұрам. Солай келеді, шабытқа байланысты келеді. Ендеше тап осы сәтте бізге қоңырау көрермен бар екен, Алматыдан Сәуле есімді. Сәуле, тыңдап тұрмыз сізді. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз. Менің есімім Сәуле. Мен Ясира Заханқызына сұрақ қояйын деп едім. Қоя ғой. Ясира апай, сіздің отбасыңыз туралы айтып өтсеңіз, сосын кейін өнер жолында жүрген балаларыңыз бар ма? Сол туралы білгіміз келеді. Рахмет, Сәуле. Сіздің отбасы жөнінде білгісі келеді көрерменім, және сіздің жолыңыз қуған ұлдарыңыз бар ма? Рахмет. Менің жолдасым Қуанышбек. Екі ұлым бар, Аманбек Өмірбек деген. Келінім бар, Әсел. Немерем бар, Ұлықбек. Сондай отбасым. Енді үлкен ұлым Аманбек ақын. Өлең жазады. Жолыңызды поэзия жазады. Жолымды қуған деп ойлаймын. Бойында ақындық қасиеті бар. Немерелеріңіз, мен немереңіздің барын қазір естіп отырмын, тым жас көрінесіз. Рахмет. Айта кетейін онда. Және Ясира деген осы есім ашып беріңіз, қандай мағынасы бар бұл есімнің? Ясира деген есім шариғатта бар екен, сүренің сөзі екен. Ясира деген ол қазақша мағынасы мейірім, жолы ашық деген тағы бір мағынасы бар екен. Шынында да мейірімсіз және жолыңызы ашық. Иә, солай деп ойлаймын өзімді. Тап өзіңізге қойылған есім екен, шынында да. Енді қазір көпке топырақ шашқанымыз емес, бірақ жаңағы әншілердің әніне сөз жазып жүргеннен кейін, ақын болғаннан кейін кейде табыс көзіне айналдырып жатады. Бұл сізде сіздің өзіңіздің шығармаңыз ба, әлде табыс көз ма? Табыс көз емес, бұл менің өзімнің шығармам. Ешқандай сатыл деген жоқ шығар деп ойлаймын. Әрине болады. Болады, оны жасырар жоқ. Болады, кейде тапсырыс береді. Соңғы кезде көп жас әншілер тапсырыс береді. Енді ол бір қаламақы деген болады. Өздері мен әрине мен мынаны сатам, бұл бәленше деп айтпаймын. Өзі қазір солай қалыптасып келеді. Апай, мына өлеңді жазып беріңізші, мен қаламақыңызды берейін деп өздері ұсынып жатады қаламақысын. Қанша ұсынады, 1 теңге ме, 2 теңге ме, мысалы үшін, оны алып жатамыз. Өйткені біздің еңбегіміз бар. Еңбек ақы. Иә, жаңағы оларда ертең тойға алып шығады, концертқа алып шығады, оларда оның қаламақысын алып жатады деген сияқты. Ал тапсырыс беріп жатқан әншілер көп па қазір? Сұранысыңыз қандай? Баршылық. Жас әншілер көбінесе тапсырыс береді. Үлкендер де тапсырыс береді. Қазір Роза Рымбаеваның тапсырысымен жазам, Мақпалға жазам. Бәріне қазір концертіме шығып жатқан әншілердің бәріне де мен тапсырыспен жаздым. Тап осы сәтте бізге тағы да қоңырау көрермен бар екен. Шығыс Қазақстаннан Бекамал есімді көрерменіміз. Тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба, Бекамал? Алло, саламатсыз ба? Амансыз ба?
мынау мақтан етер әр өлке өзінің мынау батырын Әлішер Каримов орындап жүрген жаңағы әннің келіп отыр екен Ясирадай ақыным деп сонда салынбай өмір уайымға ақынға әр өлең шабыт келсе дайында көбінде қандай тақырыпқа жазасыз әндеріңіз әлде сөзім әлде достар әлде махаббат жайында. Рахмет сізге. Көрерменіміз көбіне қандай тақырыпқа жазасыз деп жатыр? Енді әртүрлі тақырыпта жазам. Көбінесе әрине махаббат тақырыбында. Өйткені тапсырыстың өзі де солай болып келеді, махаббат тақырыбында жазам. Енді сан алуан әншілерге жазасыз, мысалы жаңа өзіңіз айтып жатсыз, Роза Қуанышқызы сияқты, Әлішер Каримов бар оның ішінде. Мысалға бұл әншілердің барлығының өзінің ерекшелігі бар. Осының барлығын қалай табасыз? Ол адамдардың бәріменен ең алдымен мен доспын. Роза Рымбаева, Мақпал Жүнісова, жаңа Жеңіс Қакова, Әлішер Каримовпен де бәрімен доспын, бәрінің жан дүниесін мен білем. Сырласам, сырларын білем, жырларын білем деген сияқты. Олардың көңілі нені қалап тұр, нені айтқысы кеп тұр, мен соны білем. Бірінші әнін жазасыз ба, әлде сөзіне мән бересіз ба? Кейде олар маған ән алып келеді дайын. Сол әнді тыңдап көрем, егер ән ұнаса, мен оған сөз жазам. Ән ұнамаса, оны айтам. Ән ұнамаса, әрине оған сөз келмейді. Сондықтан ал кейде әні мен сөзімен жазып берші дейді. Сол кезде мен әні мен сөзін сол әншінің табиғатына қарай, жан дүниесіне қарай келтіріп жазам. Содан кейін шығар біздің әншілеріміздің барлығы сізге жаңағы әндеріне сөз жаздырып жатқандығы. Енді сізде бос уақыт болса, оны қалай өткізесіз? Бос уақыт көп жоқ соңғы кезде. Ылғи да сол әдебиетпенен, жаңағы ақындардың өлеңін оқуменен, әншілердің әнін тыңдауменен, соңғы кез бос концертімді қоям дегеннен шығар кішкене ізденістер бар. Енді бір бос уақыттымда немереме арнаймын үйде, немереме жұмыстан кешкісін асығып үйге немереме асығып қайтам. Достарыма көңіл бөлем, достарыммен бірге андамда шай ішем, демалам, әңгімелесем. Жаңағы саунаға барамыз деген сияқты қыздарменен. Солай. Енді немерем деген ән жақында шығатын шығар демек? Немерем деген ән шықты. Ол әнді өзім орындайым қазір концертімде. Өзім айтып шығам. Енді біздің ардымызға келгеннен кейін мүмкін бір әдемі өлеңіңізді оқып бересіз бізге қонақ кәде ретінде. Немеремді мен оны қазір оқымай-ақ қояйын. Қазір қалауыңызды оқып берсеңіз. Құс болып ұшсам болатын бір қанатым, жабырқасам жаныма нұр жағатын, сын сағатта сырғақтап сырт айланбай, барымда да жоғымда бір болатын. Тереңінде тектілік қазына бар, көңілі көл көрікті назы да бар, досым болса жанымды жазып алар. Ай, тамаша. Енді біздің ардымыз тамашалап отырған көрермендерімізге тамаша бір тілегіңізді айтсаңыз. Алдымен отанымыз аман болсын, халқымыз аман болсын, қазақ халқы бай болсын, бар болсын, көңілі жай болсын. Айтқаныңыз келсін. Құрметті көрермендер, бүгінгі студиямыздың қонағы болған композитор, ақын, яғни Ясира Захан қызы.